Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін әдеттегідей өте дәмді рецептімен бөлісетін боламын. Ол бауырдан жасалатын торт. Видеоның соңына дейін қарап тамашалаңыздар. Алдымен бауырымызды жақсылап жуып, осылай сақтап тұра алатын боламыз. Ары қарай блендерімізбенен жақсылап еземіз. Блендер жоқ болса, ет тартқышпен де жасасаңыздар болады. Жақсылап осылай тершік қалтырмай езіп алғаннан кейін, ары қарай дәміне қарай тұзымызды және бұрышымызды салып, жақсылап бір араластырып жіберетін боламыз. Ендігі кезекте 2 тал жұмыртқамызды қосып, жақсылап бір араластырып жібергеннен кейін, артынан 250 мл жылы сүтімізді қосып, тағы да әбден біркелкі болғанша араластырамыз. Ары қарай електен өткізген 3 ас қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде қарапайым өзіміздің әр үйде бар венчикпен де араластырсаңыздар болады. Міне осындай сұйықтықта болып шығу керек. Ары қарай шай қасықтың ұшымен ас содасын қосамыз. Ол 1 грамдай ас содасы болу керек. Жақсылап бір араластырып алғаннан кейін, артынан іле-шала 3 ас қасық сұйық майымызды қосып, толықтай араластыратын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын, осындай біркелкі сұйықтықта болып шығу керек. Ары қарай ысып тұрған табамызға май жағып жіберіп, бір ожаудан құйып пісіре беретін боламыз. Кәдімгі блинный пісірғандай қылып құйып, табамызды осылай айландыра құятын боламыз. Қамырымыз сұйық болғандықтан, әрі бауыр тез пісатын болғандықтан, 2 минуттан ғана ұстап, ар жақ бер жағын пісіріп ала беретін боламыз. Құрметті менің көрерменім, осы жылдың да аяғы таяп қалды. Сондықтан ескі жылымыз есіркеп, келер жаңа жылымыз жарылқасын. Жаңа жылда жаңа табыс, жаңа арман, діттеген мақсаттарыңызға жетулеріңізге тілектеспін. Егер сіз менің каналымды бірінші рет көріп отырсаңыз, каналыма тіркеліп, осы видеоның астына жақсы пікіріңізді жазып қалдырып, әрі видеома лайк басып, қолдау білдіріп қойыңыздар. Міне барлық қамырымызды осылай пісіріп аламыз. Осындай біркелкі болып пісіп шығады. Енді ортасына салмасын дайындайтын боламыз. Табамызға майымызды құйып, май қызған соң ұсақтап тұралған пиязымызды салып, пиязымыз жұмсарғанша қуырып, пияз жұмсарған соң үккіштен өткізіп алған сәбізімізді салып қуыратын боламыз. Дәміне қарай тұзымызды әрі бұрышын салып, сәбізіміз пісқанша қуырып аламыз. Сәбізді қатты қуырып жұмсақ қылудың қажеті жоқ, өйткені табиғи пісіп тұрған өнім. Сондықтан 5 минут қана қуырғаннан кейін оттан алатын боламыз. Міне енді ішіне салатын салмамыз дайын. Енді оны жеке бір ыдысқа салып, суытуға қойып қоятын боламыз. Ендігі кезекте біз чесночный соус дайындайтын боламыз. 200 грамм майонезімізге 2 тал сарымсағымызды үккіштен өткізіп қосып, жақсылап екеуін араластырып қоямыз. Енді біз бауыр тортымызды жинастыратын боламыз. Осылай бір бауыр тортымызды салып алғаннан кейін, үстінен 1 ас қасық чесночный соусымызды жағып шығамыз жұқалап. Одан кейін үстіне тағы да 1 бауырды қосып орналастырамыз да, одан кейін барып жаңағы дайындап алған, қуырылып алған сәбізімізбен пиязымызды жайғастыратын боламыз. Қатты көп қалың салудың қажеті жоқ. Осылап жұқалап әр жеріне жайғастырып
бірінен кейін бірін кезек осылай салып шығатын боламыз. Құрметті қыздар, мен осы бауыр тортына кеткен барлық ингредиенттерді қанша кеткенін осы видеоның астындағы описанияға жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, өлшеп жасасаңыздар тура шығатын болады. Міне осылай тортымызды жинастырып алғаннан кейін піскен бір тал жұмыртқамызды ұсақ үккіштен өткізіп алып, осылай шаңышқының көмегіменен ең беткі қабатына осылай жайғастырып шығатын боламыз. Ары қарай өзіміздің қалауымыз бойынша, фантазиямыз бойынша осындай көк шөппен немесе помидормен әркім арқылы өзінің қалауы бойынша әрлеп, сәндеп қойсаңыздар болады. Міне құрметті көрермен, осындай биік әрі дәмді, өте сәнді торт болып шығады. 2-3 сағаттан кейін барып осылай кессеңіздер, жұмсақ болып кесілетін болады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі жаңа видеомда кездескенше сау саламатта болайық. Келе жатқан жаңа жылымыз құтты болсын.